Ердің есімі елдің есінде. Қаперіңізде жүрсін, қаңтардың 12-ші жұлдызы Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың туған күні. Заңғар тұлғаның 100 жылдығы биыл мерейтойлық шараның бірсыпырасын аңдатпа есебінде айтып кетсек артық болмас. Келер бейсенбіде Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрында салтанатты жиын өтеді. Атпал азаматтың туған жері Балқаш ауданында еңселі ескерткіш ашылады. Ел жұрт Димаш атап кеткен қайраткер бар қажыр қайратын кеңестік Қазақстанның гүлденуіне жұмсады. Бірақ тәуелсіздікті аңсады. 1993 жылы дүниеден озғанын ескерсек, азаттықтың ақ таңын көзімен көріп, Кәусар ауғасымен тыныста үлгеріпті жарықтық. Сәйкестікті қараңыз, ғасыр тойда тәуелсіз қазақ елінің 20 жылдығымен тұспа-тұс келді. Қазақ мұндайда тілеуі жақсы кісі еді дейтін. Қонаевтың халыққа бергені де, халықтың Қонаевқа бергені де орасан. Қазір елімізде Дінмұхаммед Қонаев есімін иеленген көше мектеп университет молынан. Ол туралы жазылған еңбектердің өзі бір кітапханаға жүк боларлық. Журналист Әуесбайдың қанаты ел ағасының ерекше болмысына барлау жасады. Заманысына қиынды болды. Бірақ менің көзқарасым бойынша бұл уақытша болған мәселе. Бұдан Қазақстан жылдам шығу шығады. Оған мынандай себеп. Бірінші, Қазақстан өте бай ел. Өте мықты күшті өндірісі бар. Өте мықты ауыл шаруашылығы бар. Бұдан басқа дайындалған өте үлкен мамандары бар, ғалымдары бар. Ал осының бәрін уақытында дүз қолға алса, мұнда біз өтен шығып кетеміз. Дәуір тұлғасының болашаққа деген бағдары бұл 20 жыл бұрын айтылыпты. Ұлттық арна бейнеқорындағы аса құнды кадрда Дінмұхаммед Қонаев 80 жаста. 1992 жыл еді. Осыдан небәрі бір жыл бұрын Еуразияның қақ төріндегі Алаш елі егемендікті паш етті. Ауыздуалық кемеңгер келешекке батыл болжам жасады сонда. Айтқаны айнымай келді. Топшылағаны теріс болмады. 20 жылдан кейінгі Қазақстан орталық Азия елдерінің көшбасшысы болды. Ел басшылығында болған ел ағасының аты да заты да аңыз. Министрлер кеңес төрағасының орынбасары, ғылым академиясының президенті, жоғары кеңес төрағасы, Компартия орталық комитетінің біріншісі хатшысы болды. Қазір қайда бармайық, Қонаев қолтаңбасы көзге ұрады. Елімізде жаңа өнеркәсіпті аудандар қалыптасты, жаңа қалалар мен ірі елді мекендер бой көтерді. Советті Қазақстан әлемге әйгілі қазбағайлықтарымен, ғажайып машиналарымен, құнарлы жерімен, сәулетті қалаларымен, өз ғылым академиясымен, ғылым мен мәдениеттің барлық салаларының бәрінде де өз халқының атын шығарған талантты ұл-қыздармен дамытты. Ізбасар Балтағұлов Қонаев тұсында атқа мінген адам. Алматы қалалық атқару комитетінің екінші хатшысы болды. Бүгінше айтсақ, әкім орынбасары. Алматыдай ару шаһарға сел басып қалу қаупі төніп тұрған кез еді. Шешім шұғыл болды. Қаланы аман алып қалмаққа бөгет салу қажет деді Қонаев. Мәскеу жақтан пәрмен керек еді. Одақ ғалымдары кеңесті. Қонаевтың ұйғарымын құп көріпті ақыры. Ғалымдығын мойындағаны. Екі тауды атып құлатты ғой. Екі тау құлатты, бірақ құлады. Міне ең мықтысы болды. Өйткені басқа тасып келген жоқ топырақты. Өзінің родной топырағы, оның родной тасы қиыршығы. Содан кейін үстіне әкеп трамбовать етіп баса берді, тракторын баса берді. Сөйтіп теріледі, тепшеді, бөгет. Қозғалды да дәлдеп, бірақ сақтап қалды. Бұл тарихи кезеңі деп айтуға болады. Сол 80 жылы Олимпиададан кейінгі бізді қабылдауы. Олимпиада чемпионы бұдан 30 жыл бұрынғы тарихи сәтке бүгін тағы тебіренді. Толқыды тағы. Мәскеудегі жаһандық жарыста топ жару айтқанға ғана оңай. Намысты ол талай бәйгенің алдын бермей алда келе жатқан. Тек Олимпиадаға келгенде ғана тосыла берді. Дұрысы жолын байлағандарға жолықты. Жақсылығаға жасып қалып қапелімде спортты бір жола тәрк етуге де бекінген. Ер намысы тезге түскен тұста Димаш аға демеді, жебеді, ағалық қамқорлық. Жақсылық сен өзің үшін емес, сен халық үшін күресуің керек, сен көрсете білуің керек. Соны мен қарап отырамын деп бір ауыз сөз айтып, сол бір айтқан сөзі үшін маған үлкен әсер беріп, 80 жылы мен үлкен шаңға шыққаным, ол әйгілі бүкіл ел халық біледі.
Қоғам қайраткерінің кемеңгерлігін, кәсіби іскерлігін арқалық тұрғындары да ерекше мақтанышпен еске алады. 58 жылдың қазан айында сол кездегі Торғай облысын Ленин орденімен марапаттауға Қонаевтың өз арнайы барған. Беделді марапат аймақтың аста-төк астығы мен ауыл шаруашылығының басқа да өнімдерін өндірудегі зор жетістіктер үшін берілген еді. Қаншама рет жиналыстарда болып бірге айтқан сөздерін естігенде, сол 3-4 адам отырған залда Масаның ызың естіледі. Сондай оның кереметтігі. Сондықтан да бұл кісіні біз қашанда ұмытпаймыз. Атырау облысында ширек ғасыр басшылық лауазым атқарған Есен Тасқынбайұлы бұл Қонаевтың еңбегін ерек бағалайды. Бүгінде 80-дегі Абыз Ақсақалдың айтуынша, өңірдің өз алдына облыс болған 1965 жылдан бастап 1985 жылға дейінгі даму кезеңдері тікелей Қонаев еңбегінің жемісі. Көпір салу, тас жол, жаңадан ашылған кен орындарына баратын темір жол төсеу, қала берді өз байлығына өз қолы жете алмай отырған аймаққа газ тарту. Билік тізгіні өзімізде емес, өзге де болған тұста жобаларды еңсеру оңай болмады, бірақ Қонаевтың беделі белден басуға сеп болды. Ай, шіркін, билік жоқ қой, билік болса ондай болмайды ғой дейді қолда. Өзі ішінде жүрген екен ғой. Біз жаңа кешегі жер базылықты ойлап отқанда есіме келеді. Ай, сол кісі аңсап кеткен адам ғой, арбақалаттықта. Академик Мұхтар Тінәсіл де атпал азамат туралы кеңінен көсіліп жазды. Дінмұхамед ата ғибратын теріп, ақиқат пен мәртебе кітабын арқау етті. Сиясы кеппеген әлі. Қаншама совхоздар, қаншама жаңағы өндіріс ұйымдары, қаншама күріш алқаптары, су ресурстарын реттейтін, одан кейін қаншама жолдар, мынау үй құрылыстары, солардың барлығы осы кісінің арқасында. Алматыдағы Қонаев мұражайы келушілерге кендемес, әсіресе жастар жағы елгезек. Тұлғаның биігіне көз тастайды, Асқарбел азаматтың абырой беделінен өнеге алады. Асылдан көз болып қалған кәдесыйларға өңіледі. Қонаевтың қолы тиген заттардан құдды бір ел ағасының асқақ рухы сыр шерткендей көрінеді оларға. Алдарыңыздағы шылапшын өзінің Қонаевтың туған қарындасы Гаухар Ахметқызы Қонаева сыйлаған болатын. Бұл шылапшынның тарихы 100 жылдан асады, яғни өзінің атасы Жұмабай бала кезінде шомылған болатын. Димаш атаның өзі кетсе де көзі қалдырған ізі көпшілік көңілдерде мәңгілікке сайрап тұр. Қаңтардың 12-сі ел ағасының туған күні, дара тұлғаның мерейтойы да ауқымды. Беделіне сай ұлан асыр тойланады. Қонаевтың ғибратты ғұмырынан сыр шертіледі. Істеген ісі мен айтқан өсиеті паш етіледі. Ата өсиеті ұрпаққа ұлағады. Жалған дүниеде үш арсыз тірліктен, арсыз күлкіден, бой күйез ұйқыдан, жеңіл олжадан бойымда аулақ ұстағаныма іштей тәубе дедім. Шын жанашырсыз, тілеу қор, інісіз еместігім ертерек еш жиғызып, ерекше қанат бітір. Дінмұхамед Қонаев. Әуесбайдың қанаты Жазира Иса, Бекен Әлирахым, Өнербек Жаңабай, Ерболат Қуаныш, Ескендір Тоғысбай, Апта КЗ.